Данияр Сүлейменов. Ең бақытты әйел. Адамның жасаған жақсылығын ұмытпау адамнан кеткен болмашы қателіктерді елемеуге зор әсерін тигізеді. Бір-біріне жасаған жақсылықтың қадірін біліп, ескеру арқылы ерлі-зайыпты жандар ара қатынастарын қайта жаңғыртып тұруға мүмкіндік алады. Уай ер адамдар! Бұл мәселеде мәрттік танытқандарын тақуалыққа әлде қайда жақын. Ендеше бір-біріне мәрттік танытып, жақсылық жасауды ұмытпаңдар. Расында Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнің бәрін көруде. Бақара сүресі 237 аят. Ендеше сіз де күйеуіңіздің жасаған жақсылығын ұмытпаңыз және орайы келгенде алғыс білдіруді де ұмытпаңыз. Тиісінше көңіл аударыңыз. Әрбір адам өзгелердің өзіне жылы қабақ танытып көңіл бөлгенін қалайды. Әсіресе әйел кісі, яғни сіз. Күйеуіңіздің өзіңізге қалай көңіл бөлгенін қалаған болсаңыз, сіз де дәл солай күйеуіңізге көңіл бөліңіз. Қабағына қараңыз, хал жағдайын сұрап тұрыңыз. Ерлі-зайыптылардың арасында салқындықтың тууына бір-біріне тиісінше көңіл аудармау да себеп болатын естен шығармаңыз. Жұмыстан кешігін кіріп келген күні уайымдап бастадым ғой, пәрі жақсы ма деп жанашырлықпен айтылған бір ғана сөзіңіз күйеуіңіздің көңіліне жылулық сыйлайды. Күйеуіңіздің қадірін біліңіз. Қолда барда алтынның қадірі жоқ демекші, кейде қасымыздағы адамның қадіріне жете түсіне алмай жататынымыз бар. Ал айырылып қалған күні сан соғып, бармақ тістейміз келіп. Бірақ бәрі кеш. Ендеше сіз де күйеуіңіздің қадірін ұмыта бастасаңыз, күйеуіңіз қайтыс болып, одан айырылып қалған күні өзіңіз жесір, балаңыз жетім қалатын ұмытпаңыз. Сол себепті көзі тірісінде күйеуіңіздің қадірін біліңіз. Бұл ауыр да болса, ащы шындық. Қанағатшыл болыңыз. Қанағат қолда бардың қадірін біліп, Аллаға шүкір ете білу. Қанағатшыл адам ешқашан менде мына нәрселер болғанда бақытты боламын демейді. Керісінше, менде мына нәрселер бар. Алла тағала маған осындай нығметтерді берді. Сол үшін мен бақыттымын дейді. Өмірде бәрі бірден бола бермейді. Өмір сынақ алаңы болғандықтан табандылық пен қажырлы еңбекті қажет етеді. Осы жолда қанағаттың да алатын орны үлкен. Әсіресе отбасылық өмірде ерлі-зайыпты жандардың арасында қанағаттың болуы өте маңызды. Әйел кісі ерінің тапқан нәпақасына қанағат етсе, ері де қажырлы еңбек ету арқылы жақсы табыс табуға ұмтылып жатса, мұндай отбасыда тыныштық орнайды. Қанағатсыз әйел күйеуінің тапқан табысын асынып, анау жетпейді, мынау жетпейді деп шағымданғыш келеді. Осы нәрсеге отбасының тыныштығы бұзылып, ердің еңсесі түсіреді. Сабыр мен қанағат және қажырлы еңбек болса, бәрі де бірте-бірте түзеледі. Балаларыңыздың алдында күйеуіңіздің қадірі артсын. Отбасылық өмірде әкенің қадірі болмаса, жанұя мүшелерінің әрқайсысы өз бетінше өмір сүреді. Нақтырақ айтар болсақ, әркім білгенін істейді. Ондай шаңырақта әкенің әке деген аты болғанмен, сөзінің ісінің ешбір салмағы жоқ. Не әйеліне, не ұл қызына сөз өтпейді. Сөз өтпегендіктен ұл қызын тыйғысы келген нәрседен тие алмайды. Қызым, мына қылығың не сұмдық, мұндай енді қайтып көрмейтін болайын десе, қойшы әке, өзім білем, деген жауап алады. Әкенің қадірі болмағандықтан одан әріге бара алмайды, үнсіз іштей тынады. Осы мәселені қыздың шешесі, яғни әйеліне барып айтса, ол да балалардың ісіне араласпай тыныш отыр, өзім қадағалап жүрмін, дейді. Қоғамда мұндай отбасыларды жиі кездестіресіз. Мұндай отбасыда әкенің рөлі ақша табумен шектеліп, отбасындағы басқа да істерге, бала тәрбиесі, үйдегі рухани жағдай тағы басқа араласуға құқығы жоқ секілді. Бұл әрине отбасындағы үлкен олқылық. Пайғамбарымыз бір хадисінде әкенің балаға қалдырған ең үлкен мұрасы дұрыс тәрбие дейді. Әкенің отбасындағы рөлі ақша табумен ғана шектелмейді. Отбасылық тәрбие әкенің де, шешенің де еншісінде. Әкенің бала алдында құрметке ие болуында шешенің атқаратын рөлі орасан зор. Сіз сондай аналардан болыңыз. Ол қызыңызға бір нәрсе сұраса,
әуелі отағасымен ақылдасайық, немесе бұл мәселені әкең жақсы біледі, әкелерінен барып сұраңдар деп, бала алдында әкенің қадірін арттырып отырыңыз. Ұмытпаңыз, отағасының қас-қабағына қарайтын шаңырақта тәртіп болады. Ал тәртіпке бағынған адам ешқашан Алладан өзгеге құл болмайды. Демалысты мүмкіндік деп біліңіз. Жексенбі күйеуіңіздің демалатын күні. Осы демалысты тиімді өткізу қажет. Кейбір ханымдар күйеуінің бір демалысында тазалық жасаймын деп үйдің астан кестеңін шығарады. Сөйтіп жарты күні тазалық жасаумен өтеді. Демалыс емес, жаппай тазалық күніне айналады. Ондайда кейбір еркектер бір шаруам бар еді деп сылтау айтып уақытша үйден шығып кетеді. Ал кейбіреуі мүлдем кеш қайта бірақ оралады. Сіз олай жасамаңыз. Мүмкіндігінше үй шаруасын демалысқа қалдырмай, апта ішінде күйеуіңіз жұмыста болғанда реттеп қойғаныңыз жөн. Себебі бұл күн сіздің не бір тәтті тағамдар жасап, әдемі көйлегіңізді киіп күйеуіңізге ерекше қызмет көрсететін күн. Қол ұстасып саябақта серуендеп өзара сырласатын күн. Демалыс күйеуіңізбен арадағы байланысты одан әрі күшейтіп алуға үлкен мүмкіндік. Сол мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман. Сіздермен Данияр Сүлейменовтің ең бақытты әйел кітабының соңғы тарауларын оқудамыз. Ендігі соңғы қорытынды тарауымыз әйел кісінің күйеу алдындағы міндеттері деп аталады. Мұнда барлық міндеттер қамтылған. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Хадиша радиаллаху анха айтқан өсиеттері, ақыл кеңестері жайлы да айтылады. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Достарыңызды мейлінше бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл менің арнамның дамуына үлкен септігін тигізбек. Ендеше келесі аудио жазбада кездескенше. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.